Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен Наполеон тортын жасайтын боламыз. Классический Наполеоннан бөлек творожный Наполеон даярлайтын боламыз. Торт өте дәмді, үлкен әрі тойымды болып шығады. Негізінде менің каналымда Наполеонның бірнеше рецептілері бар. Классический Наполеон, ленивый Наполеон, барлығының рецептісінің ссылкасын описаниеде қалдыратын боламын. Творожный Наполеонның корждары үшін 520 грамм ұн, 1 шай қасық сода, 100 грамм сары май, 350 грамм творог, 300 грамм сметана, 140 грамм қант, 1 шымшым тұз, 2 дана жұмыртқа қажет. Барлық ингредиенттер суық болуы қажет. Алдымен ұнға 1 шай қасық разрыхлитель қосып, морозильниктен шыққан суық сары майды онымен араластырамыз. Оны біз блендердің көмегімен немесе қолымызбен үгітсек те болады. Сонымен қатар үккішті пайдалануға болады. Морозильниктен шыққан суық сары майды ұнға батырып отырып, үккіштен өткіземіз. Үккіштен өткізілген суық сары майды онымен жақсылап араластырамыз. Сары маймен араласқан ұнды бір ыдысқа салып дайындап қоямыз. Негізінен бұл рецептке пастобразный творогты қолданған дұрыс. Егер сіздерде түйіршіктелген творог болған жағдайда, оны блендермен жақсылап езіп алсаңыздар болады. Біркелкі массаға айналып езілген творогты бір ыдысқа саламыз. Оған қанттың барлығын, сметананы, 2 дана жұмыртқаны қосып, барлығын біркелкі массаға айналғанға дейін венчикпен жақсылап араластырамыз. Барлық ингредиенттер холодильниктен шыққан, суық болуы тиіс. Даярлап алған ұнымыздың ортасын лопаткамен араластырамыз. Осы араластырып қойған сұйық массамызды осының ортасына құямыз. Қамыр илейміз. Басында лопаткамен араластырып аламыз, одан соң қолымызбен қамыр илейміз. Песочное тестаны илеген уақытта қолмен қатты көп илеудің қажеті жоқ. Оны жай ғана осы барлық ингредиенттерді, яғни қамырды біріктіріп, оны шарғып аламыз. Нан жаятын орынға аздап ұн төсеп, қамырды дөңгелек етіп біріктіреміз. Наполеонның қамыры қатты болып қалмас үшін ұнды берілген мөлшерден көп қосудың қажеті жоқ. Нәтижесінде жұмсақ, қолға аздап жабысатын қамыр пайда болуы тиіс. Дайын қамырды 10 бірдей бөлікке бөліп аламыз. Әр бөлінген бөлікке аздап ұн сеуіп, дөңгелектеп аламыз. Дөңгелектелген Наполеонның болашақ корждарын бір ыдысқа орналастырамыз. Оның бетін пищевая пленкамен жақсылап жауып, холодильникке 2 сағатқа немесе морозильникке 1 сағатқа салып қоямыз. Осы уақыт аралығында жұмсақ қамыр нығыздала түседі, яғни жайған кезде өте ыңғайлы болады. Дайын болған Наполеон корждарын біртіндеп отырып шығарып, аздап ұн сеуіп жаямыз. Бір жайманы жайып жатқан уақытта қалғандары холодильникте тұрады. Корждарды жұқа етіп, диаметрін 24 см етіп жаямыз. Корждарды диаметр 24 см кольцомен өлшеп кесіп аламыз. Қалған қиындыларының барлығын біріктіріп, олардан тағы да корждар жасайтын боламыз. Корждар духовкада піскен уақытта көтерілетін болғандықтан біз оны вилкамен тесіп шығамыз. Корждарды 180 градуста қызып тұрған пеште қызарғанға дейін шамамен 7 минут көлемінде пісіреміз. Диаметр 24 см 12 корж дайын болды. Оның біреуін үгітіп, мен Наполеонның бетіне жан-жағына себетін боламын, ал 11-ін Наполеон корждары үшін қолданамын. Наполеонға крем-пломбир даярлаймыз. Ол үшін сүтке 1 шай қасық ваниль қосамыз. Жақсылап араластырып, сүтті газға қойып қыздырамыз. Сүтті бірақ қайнатпаймыз. Қант, крахмал, 2 дана жұмыртқаны қосып, барлығын біркелкі болғанға дейін венчикпен жақсылап араластырамыз. Ыстық сүтті осы араластырып алған массамызға аздап құйып отырып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Сүттің барлығын құюдың қажеті жоқ, жартысын құйып жақсылап араластырсаңыздар болды. Сүтті құйып жатқан уақытта венчикпен үздіксіз араластырып отыру қажет. Осы массамызды сүтке қайтадан құйып, жақсылап араластырамыз. Құрамындағы қант, крахмал жақсылап араласып еруі тиіс. Осы массамызды үздіксіз араластырып алғаннан соң, оны газға қайтадан қоямыз.
Крем қайнағаннан кейін бірнеше уақыт әбден қоюланғанға дейін үздіксіз араластырып отырамыз. Шамамен 10-15 минут көлемін алуы мүмкін. Крем әбден қоюланған уақытта, яғни видеода көрсетілген, газдан алып ыстық күйінде оған сары майды қосып жақсылап араластырамыз. Сары май әбден еріп біркелкі массаға айналған уақытта оны бір ыдысқа құйып аламыз, әбден суытып қоямыз. Суығаннан соң оның бетін пищевая пленкамен жауып, морозильникке 1 сағатқа немесе холодильникке 2 сағатқа салып қоямыз. Заварной крем суық болуы тиіс. Заварной кремді алдын ала даярлап, оны холодильникке 1 түнге қалдырсаңыздар тіптен жақсы. 400 грамм 33 немесе 35% сливкиді өз формасын ұстағанға дейін миксермен жақсылап араластырамыз. Суық заварной кремді бір ыдысқа салып, оны да миксермен біркелкі болғанға дейін жақсылап араластырып аламыз. Холодильникте тұрған заварной крем қоюлана түседі, оны біркелкі болғанға дейін миксермен араластырамыз. Сливкиді заварной кремге қосып, біркелкі болғанға дейін миксердің баяу жылдамдығында араластырамыз. Қатты көп араластырудың қажеті жоқ, ең бастысы сливки мен осы заварной крем жақсылап араласуы тиіс. Бұл крем-пломбир өте дәмді болып келеді, мороженыйға ұқсайды. Осындай қою Наполеонға, медовикке, әртүрлі басқа да пирогтарға, торттарға қолдансаңыздар болады. Дайырлап алған креммен торт корждарын барлығын құрап шығамыз. Кремді жағамыз, үстіне корж қоямыз, қайтадан кремді жағамыз, солай коржды қоямыз, осылай торттың барлығын құрап аламыз. Бұл торттың ортасына малина, клубника секілді жидектерді немесе конфитерді қолдансаңыздар болады, өте дәмді шығады. Тортты кальцонның көмегімен түзулеп алсаңыздар болады. Бір немесе 2 коржды блендердің көмегімен жақсылап үгітіп, оны бетіне, жан-жағына, барлығына сеуіп, әсемдеп, сәндеп шығамыз. Дайын болған тортты холодильникке 1 түнге қалдырамыз. Сонда торттың кремі жақсы сіңіп, корждары өте нәзік болып келеді. Осымен өте дәмді тортымыз дайын, оны кесіп дастарханға ұсынсаңыз болады. Мен сіздермен тек қана ерекше тағамдардың, әртүрлі торттар мен десерттердің мастер-классымен бөлісетін боламын. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жаңа рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Менімен бірге болып, менің каналымның дамуына үлесіңізді қосып жатқаныңыз үшін сізге алғыс айтқым келеді.